суда постоянно солай жүресіз ба өмірсек? Өмірсек, красавчик. Жасың нешеде? 21. Үйленбе әзір. Шамал жүре тұр. 2 жылдан кейін үйлен. Жап-жасты сен не істейсің? Мен мысалға 22 жасында кетіп қалған адаммын. Бірінші кездескен адамға. Потому что мен өзіме уверен болған жоқпын. Мен одан кейін бизнесті білмей қалып, кейін әртіс болып кеткеннен кейін жүре тұрым керек деп қалдым да мен просто. Өмірсек, давай біздің Айгерім ханыммен ортада бір билеңізсіз. Билей аласың ғой, досың тойында. Билей аласың ғой? Конечно. Красавчик. Енді сізге красавица деп не алмай алмаймын, өзіңіз ортаға. Сізге подаркыңыз дайын уже, 10 000 теңге береміз қазір. Қалтаңда бар ма төре? Қошемет қойыңыздар, жігіт жолдаспен Қайырлы таң! Біздің таңымыз бүгін керемет жаңалықпен атты ғой. Біз Америкаға виза алдық! Семья! Вы рады? Ну покажите, как вы рады. Короче, мы страшно рады, так неожиданно. Соншама дайындалдық. Бірақ тез барлығы өтіп кетті. Қобал жадық кәдімгідей өткенін білесіздер. Ол виза оңай беріле бермейтін виза. Вам одобрен дегенде вообще супер. Все, Америка жди нас. Құрметті менің оқырмандарым, осы Америка құрама штаттарына виза алуымызға көмектескен мен тиын тикет оқу орталығын айта кеткім келеді. Ол жердегі әсіресе Мұхаммед, Гаухар деген жандар бізге жаны ашып кәдімгідей қандай документтер керек, қалай сөйлеу керек, қай уақытта бару керек деген сияқты сол шаруаның барлығын бізге жасап, және де осы виза алуымызға бірден бір себепші болған сол адамдар. Сондықтан көп рахмет айтқым келеді, және де егер отбасыларыңызбен немесе бала-шағаларыңыз Америкаға туризм бағытында әрине барғысы келсе, сол ретте бұл орталықта көмектесіп береді. От до визаңыздың алуға дейін бүкіл шаруаларын жүргізіп беру көмектеседі. Және де оқу визаларында олар жасайды. Сондықтан хабарласыңыздар, сәттілік. Осындай атаулы күні Ерсұлтан бізді завтракке алып келді. Өзінің досының, ой, саламатсың ба? Досының ата-аналарының ашқан рестораны, табанан, қазақ фильм жақта. Вот қараңыздар, күшті жер, жаңа жер. Осы жерде таңғы ас ішіп болады, жалпы отбасымен келіп уақыт өткізуге болады, тамақтануға болады. Игровая зона бар екен, давайте көрсетейік жүріңдер. Ух ты, классно, да? Игровая зонасы бар ресторанда күшті негізі. Классно. Так уютно, еще сыртында тоже отыратын ел. Қазақ елінде наурыз жыра бар ғой, соның астында екен. Қазір енді тамақтарынан көреміз. Так, мы заказали турецкий завтрак. Ух ты, классно. Бәрі молынан ал. Тойған жоқпын деп айтып қояды. Қазір Еркежанға енді английский завтрак келеді. Оны да көреміз. Еркежанда ағылшын таңғы асы. Қалай екен Еркежан? Күшті. Дәмді ма? Астарын дәмдімісің? Ал құрметті достар, біз Америкаға виза алдық. Бізге Америкаға виза алуға көмектескен бірден бір оқу орталығы, ол Тинтект компаниясына шексіз алғысымызды білдіремін. Мен қазір парақшамды белгілеп кетейін. Толық мағлұматты аласыздар. Жалпы виза алуға көмектесуге барынша тырысады сіздерге. Сондықтан да ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Баршаңызға сәттілік. Біз енді жанұямызбен Құдай бұйыртса күзде, я болмаса көктемде Америка құрама штаттарына барып керемет саяхат жасағымыз келіп отыр. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Кеше мен айтқандай Лавла кафесіне келдік. Еркежан және оның құрбысы Аяжан екеуі туған күндерін тойлап отыр. Өздерінше. Ой, деловые. Мен ұйымдастырушы, как всегда. Жандарым бірінші класстан бері келе жатыр ғой бірге. Кішкентай балалар, өзі қараңдар, қандай бой жетіп қалды барлығы. Квестке барды, квесттен шығып осы жерге келді. Қандай әдемі ресторан деп.
көзім тоймай жүр мына ресторанға. Керемет. Менің оқырмандарымның арасында әртүрлі қызметтегі, әртүрлі бір бағытта жұмыспен айналысатын қыз-келіншектер бар да, аналар бар, апалар бар, әжелер бар дегендей. И менде мұндай бір проблема бар да, проблема емес енді, өзім білмей жатырмын не істерімді. Менің концерттік көйлектерім бар да, концерттік, немесе түсірілімдерге киген мысалы, нарядный көйлектер. Сосын оның ішінде көбі дизайнерский көйлектер, арнайы маған тіктірілген. Мен айтпаймын, бір қымбат дизайнердің көйлектері деп жоқ. Білесіздер, мен өзімнің Айсұлу Кануш деген дизайнерім болды, тігінші апайым. Сол кісінің тіккен көп көйлектері бар, бірақ әдемі көйлектер. Мен білмей жатырмын, сол көйлектерді не істесем екен деп. Уже мен ол көйлектерді кимеймін. И бір проблема бар, то что менің размерім көп адамдарға келе бермейді, ол S размер, там фигура болу керек, кәдімгідей проблема сол. Мүмкін сондай көйлектерді қабылдайтын бір парақшалар бар ма екен, немесе дүкендер бар ма екен. Мысалы, ол көйлектерді негізі арендаға беріп, жақсы ақша табуға болады. И сондай парақша болса, немесе бір магазин, бутиктер болса, мен берер едім. Тек түсірілімге келген көйлектер ғой. Екі-үш рет келген шығар мүмкін. И жатыр да. Ұлттық киімдер бар, әдемі. Сосын пост былай кештерге киетін көйлектер бар. Соны қайда жіберерімді білмей жатырмын. Мүмкін біреулер біледі, қайда жіберіп жатырмын көйлектерді. Потому что кез келген жерге кие алмайды адамдар. Тек қана осындай бір концерттер, может бір енді сахнаға шыққысы келіп жүрген жұлдыздар бар шығар, әншілер, жүргізушілер деген сияқты. Вот соларға күшті бар еді. Размер SXS. Ал қыздар келіңдер, торттарын келді, ашыңдар ал. Как вы хотели? Қана тортты көріп шок боласыңдар. Не торт екен? Қазіргі балалардың несі ғой? Тренді. Та-да! Еркежан 13 жас, Аяжан 14. Кім бұл? Алайтындар. Кім? Бір екі жігіт. Екі жігіт. Кім? Атын айтыңдар. Я не думаю, Банчан Хёнджон дейді. Ал. Бүгін екеуінің любимый нелер екен, группадағы участниктер екен. Ужас. Неге Қайран Нұртас пен Төреғалиді қоймасың?